Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 101-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Нәтиже сабақ: мен не үйрендім? Бірінші жаттығу: оқы. Мәтін не туралы? Адам табиғаттың бір бөлшегі, әрі ғажайып туындысы. Табиғатқа адамның жанашырлықпен аялай есіркей қарауы оның перзенттік міндеті. Дария, теңіз, көлдер мен орман тоғай, асқар таулар мен жан-жануарлар табиғаттың ажар көркі ғана емес, оны бүлінуден, азудан сақтайтын құдіретті күш те. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. Не бір құс, не бір хайуанат, не бір өсімдік немесе жәндік артық емес. Соның бәрі табиғаттағы тепе-теңдікті сақтап тұру үшін қажет. Ал ол тепе-теңдіктің бұзылуы күндердің күнінде ойран апатқа соқтырары сөзсіз. Олай болса, табиғаттың өзінен үйреніп, оны қорғауға тиіспіз. Мәтіннің тақырыбына сәйкес аттанды, себебін түсіндір. Бізге табиғаттағы тепе-теңдікті сақтаудың маңызы, табиғаттан үйренейік деген тақырыпта берілген. Бұл мәтінді қысқаша түрде табиғат деп алсақ болады. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой: табиғатта артық ештеңе жоқ. Құстар, жәндіктер, аңдар барлығының табиғатта алар орны ерекше. Жер планетасындағы белгілі бір жүйені тепе-теңдікте сақтап тұрады. Екінші жаттығу: бағанның екі жағын септік жалғауына сәйкестендіріп толықтыр. Неліктен олай толықтырғанды түсіндір. Табиғат — ол, табиғаттың — оның, табиғатқа — оған, табиғатты — оны, табиғатта — онда, табиғаттан — одан, табиғатпен — онымен. Үшінші жаттығу: 73-ші беттегі мәтіннен есімдіктері бар сөйлемдерді теріп жаз. Табиғатқа адамның жанашырлықпен аялай есіркей қарауы оның перзенттік міндеті. Дария, теңіз, көлдер мен орман тоғай, асқар таулар мен жан-жануарлар табиғаттың ажар көркі ғана емес, оны бүлінуден, азудан сақтайтын құдіретті күш те. Табиғатта басы артық ештеңе жоқ. Соның бәрі табиғаттағы тепе-теңдікті сақтап тұру үшін керек. Ал ол тепе-теңдіктің бұзылуы күндердің күнінде ойран апатқа соқтырары сөзсіз. Олай болса, табиғаттың өзінен үйреніп, оны қорғауға тиіспіз. Есімдіктер қай сөз табының орнына қолданылып тұрғанын тап. Оның, оны, ештеңе, соның, ол, өзінен есімдіктері зат есімнің орнына қолданылса, бәрі сан есімнің орнына қолданылып тұр. Төртінші жаттығу: Әли мен Мерейдің пікірін оқып, өз ойынды білдір. Келісетін не келіспейтінді менің ойымша сөз тіркесінің көмегімен беруге тырыс. Сел, жер сілкіну табиғаттағы тепе-теңдіктің сақталмауынан сияқты. Менің ойымша болып жатырған апаттар заңды құбылыстар. Олардың табиғаттағы тепе-теңдікті сақтауға ешқандай қатысы жоқ. Өз ойынды жазбаша білдір. Менің ойымша, жер бетінде болып жатырған барлық құбылыстар табиғаттағы тепе-теңдіктің сақталмауынан болып жатыр. Себебі адамдар түрлі алпауыт зауыттар, фабрикалар, түрлі кен өндіретін орындарын қазу арқылы табиғатқа шамадан тыс зиянын тигізуде. Қазіргі кезде экологияны қорғау жөнінде қаншама үндеу жасалса да, әлі ешқандай нәтиже болмай отыр. Бесінші жаттығу: көп нүктенің орнына септеулі есімдіктерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Тәуелденіп барып септелетін зат есімдердің астын сыз. Жіктік жалғаулы етістіктерді тап. Менің Ақтөс деген күшігім бар. Оны былтыр үйдің маңынан тауып алдық. Ол сондай сүйкімді екен. Жауын астында қалып қойған күшік үруге шамасы келмей, аянышты дыбыс шығарды. Мен оны аяп кеттім де үйге әкелдім. Анамнан рұқсат сұрадым. Ол қарсы болмады. Әкем екеуміз оған үйшік жасадық. Тәуелденіп барып септелетін зат есімдер: күшігім, маңынан, әкем. Жіктік жалғаулы етістіктер: тауып алдық, дыбыс шығарды, аяп кеттім, әкелдім, қарсы болмады, жасадық. Алтыншы жаттығу: Беріктің күшігі жоғалып кетті. Ол күшігім жоғалып кетті, табуға көмектесіңдерші деп хабарлама жазды. Ол осындай мазмұндағы хабарламамен күшігін таба ала ма? Көмектес. Күшіктің ерекше белгілерін 4 түсін көрсетіп, хабарлама жаз. Жазған хабарламам мен 5-ші жаттығуда мәтінді салыстыр, ұқсастықтар мен айырмашылықтарын тап.
Күшік жоғалды. Ерекше белгілері: бойы орташа, түсі қара, төсінде ақ дағы бар. Неміс овчаркасы тұқымынан шыққан. Ақтөс есіміне шақырса келеді. Байланыс номері деп өз номеріңізді қалдырсаңыз болады. Екі мәтіннің ұқсастықтары: екеуі де күшік туралы. Айырмашылықтары: бірінші мәтін әңгімелеу, екінші мәтін хабарлама. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.